тілек айтайық. Бүгінгі сабағымызға тілек айтайық. Жақсы. Өте жақсы. Қандай тілек айтыңдар көбінесе? Түзу тұрамыз. Сабаққа қандай мақсатпен келдік? Мектепке. Дұрыс айтасыздар. Білімге жағып, тақтаға күшті жағып, дұрыс айтасыз. Диктант үйренеміз. Тамаша. Осы мақсатқа жетіп келе жатырмыз ба балалар? Жетіп келе жатырмыз. Диктант жаза аламыз ба? Оқи аламыз ба? Мазмұндай аламыз ба? Есеп шығара аламыз ба? Мақұлдармен отырамыз. Біз өткен сабақта жалпы осы уақыт туралы өткенбіз. Иә? Уақыт туралы өттік. Уақыт не үшін керек бізге? Не үшін керек уақыт? Фен? Мөлшерді жауабымызды қазір тақтадан қарайық. Қараңдаршы балалар. Қалыпты өлшем бірліктері қас пен көздің арасы дегеніміз лезден жылдам тез деген мағынада. Қас қағысы немесе көз ашып жұмбашы дегеніміз өте жылдам. Тіпті секундтар. Жаңағы Ырысбек айтып отыр ғой. Шай орамал кеткенше мөлшерлі түрде 5-6 минуттар екен. Сүт пісірім уақыт дегеніміз 10 минуттай уақыт екен. Енді қазір барлығымыз иә жоқ деген ойлаймыз. Тек қана иә жоқ деп қана жауап береміз. Ол үшін барлығымыз мұқият тыңдап отырмыз. 1 минутта 60 секунд бар. Жоқ, барлығымыз жауап береміз. 2 минутта 1 апта бар. Жоқ. Тамаша. 1 сағатта 60 минут бар. 2 минутта 1 апта бар. Сендер жоқ дедіңдер. 2 минутта неше сағат бар? 2 минутта неше секунд бар? 60-60, 120 секунд бар. 1 сағатта 60 минут бар. Дұрыс айттыңдар. 1 жылда 5 мезгіл. Жоқ дедіңдер. Неше мезгіл бар? 4 мезгіл бар. 1 аптада 7 күн бар. Дұрыс. Қандай? Айтайықшы қане, бәрі қормен. Дүйсенбі, бөлшектерді құрастыру, яғни детальдарды құрастыру, осының ішінде әркім мен буындар бар. Соны құрастырып, клеймен жапсырып, әркім өз тақтасына тақтаға қараймыз. Мұқият тыңдап отырамыз. Біздің балалар Бородулиха ауданында қандай терек көп өседі? Қандай аудан біздің аудан? Шөп көп. Қарағайлы. Қандай ағаш көп екен? Қарағайлы ағаш көп екен. Ya, ne oldu? Ya, қарағай неше жыл өмір сүреді екен? 500 жыл өмір сүреді екен. 500 жыл деген аз ба, көп па? Келесі, құм сағаттан кейін қандай сағат пайда болды деп ойлайсыңдар? Механикалық сағат дейді. Кәне механикалық сағат тыңдай қояйық. Механикалық сағат. Құм сағаты мен майшам сағаты
механикалық сағат шықты. Бұл қазіргі күнде өте құнды сағаттардың бірі болып есептеледі. Қазіргі таңда бұл механикалық сағатты көп ешкім пайдаланбайды. Бұны табудың өзі ерекше. Мына сағаттың істеп тұрғанына, мына механикалық сағаттың істеп тұрғанына 60 жыл болып отыр. Қанша жыл болыпты? 60 жыл болды. Ешқандай қуаттағышы жоқ. Тек қана мына артында айландырып отыратын құрылғысы бар. Осы арқылы мына сағаттың тоқтап қалмауын не істейді? Бақылап отырады екен. Ал сағат өзімен ары қарай жүре береді. Бұл механикалық сағат деп аталады. Қандай сағат? Механикалық. Электрон сағаттың түрлері де өте көп. Мысалы, біз ұялы телефоннан да электронды сағатты көре аламыз. Қол сағаттардың да электронды түрі бар. Қабырға сағатының да электронды түрлері бар. Қазіргі заманның дамығанына байланысты олар электронды сағаттар. Мына жерде мысалға 2-ші ай дейді, 18-де қателеспесем, 17-сі бүгін тапсырма. Қазір менің қолымда тапсырма бар. Оқимыз және оны түсіндіріп өтеміз. Жылдам оқуға тырысыңдар балалар, жылдам оқуға тырысыңдар. Жиналғанда, бір жерге жиналғанда әйтсе қалай оқысыңдар? Тез оқи қойын. Екінші топ, ырыс келді. Құм сағатын айта қойын. Сендерге құм сағат бередік та. Ырыс келді айтасың ба? Балаға айтыңыз. Құм сағаттан уақытты дұрыс біламайсың. Өйткені ол бүкірегенде тез қозғалады. Дұрыс айтасың. Яғни ауа райы бұзылған кезде алдағы отыру керек. дұрыс айтасың. Оны алдағы отыруды ұмытпау керек. Өте жақсы. Қазіргі кезде медицинада көбірек болды. Үшінші Айша, кім бар ғой? Айша кім айтады? Қалай? Батарейкасы жоқ, ол қазір сатылымда өте аз және қымбат дейді. Өте жақсы. Жақсы. Енді балалар жаңағы сағаттың түрлерін айтып жатырмыз. Бейнесінен де көріп жатырмыз, оқып та жатырмыз. Енді осының ішінде жаңа бейненің ішінде су сағаттары пайда болды дейміз. Су сағаты. Қазір мен сендерге қолдарға беріп қойып, мен қазір енді қазір мен эксперимент жасап көрсетемін сендерге. Су сағатын ең бірінші оған қажетті құралдармен таныстырайын. Міне қараңдар балалар. Сендерге көрініп тұрған шығар, көрініп тұр ғой балалар. Енді толық қараймыз. Қолда менің қандай заттар бар осы су сағатын жасау үшін? Дұрыс. Бос бөтелке, екі бөтелкенің ортасына мен мына екі қақпақтың ортасына жабыстырғыш, екі жақты жабыстырғыш деп скотч дейміз ғой, скотч. Сол екі жақты жабыстырғышты жабыстырып қақпақты бір-біріне кілеңдедім. Одан кейін міне қарап тұрсаңдар, астынан бір түтік шығып тұр, үстінен бір түтік шығып тұр. Бұны тесіп, яғни түтік шығып тұр, қақпақтың ортасынан шығып тұр. Біреуі төмен қарай кетіп тұр, міне мына түтігіміз төмен қарай кетіп тұр, ал ұзыны жоғары қарай кетіп тұр. Енді қазір мен бұны бекітемін қақпағына. Қолымызда құм сағаттар бар сендерде, немесе электронды сағаттар. Сіздерде электронды сағаттарыңызды алып есептеуге болады. Бұл жасалған су сағаты неше секунд, немесе минутқа жетеді екен. Соны барлығымыз есептеп, тексеріп көрейік. Кәне алып бастаймыз. 1, 2, 3. Бақылайық.
сағаты міне. Иә, сендерге ана су атып көрінсін деп. Жарты литрлік дейміз ғой. Бұл 1 минуттық сағат шығады. Жаңа біздің 1 минуттық құм сағатымыз бар ғой, кім деді? Көрсете қойшы. 1 минуттық құм сағат пен мына 1 минуттық су сағаты бірдей уақыт екен. Су сағатты қолдан жасай аламыз екен? Жасай алады екенбіз. Тамаша. Ендеше барлығымыз бұдан қалай өтті деп ойлайсыздар? Су қалай өтті? Иә. Сұрақ қоямын. Әр топ өздерінің тақталарына тек қана мен қойған сұрақтардың жауабын ғана жазамыз. 4 сұрақ қоямын, 4 сұрақ. Әр топтан 4 сұраққа бір баладан қарасыздар. Яғни бір бала ғана жауап беруге болмайды. Бір баладан түгеліміз қатысамыз. Сондай ғой. Кеттік. Уақыт бойынша сұрақ қоямын. Үйренген білгенімізді кәне есімізге түсірейік. Кішкене сеніп алайық. Бастадық. 1 минутта неше секунд бар? Айтпайсыз, тез жаза қоясыздар. Әлі жазамыздан. Жақсы. Тез жазамыз. Өте жақсы. Тексеріп отырамыз. Және де керемет. Келесі. 1 Өте жақсы. Бірінші топ күн сағатым болды. Лазерді әкел. Лазермен не істейміз? Лазердің жарық түсіргіші бар. Яғни осы арқылы міне қарағаш балалар. Көлеңке түсіп отыр ма? Міне көлеңке түсіп жатыр. Неге жыл болсын не істейміз? Көреміз. Қайда? Міне. Ар жағынан түсіргенде, міне қарағаш балалар. ішінеге цифр көрінеді. Түсті ма? Қандыстан көрінеді. Өздеріңіз істеп көре ғой. Өздеріңіз істеп ғой. Өздеріңіз істеп ғой. Ар жағынан түсірген. Міне, дұрыс жасамақсың, міне. Көрді ғой? Күн сағатын осылай білген екен. Қозғалады, иә. Күн сағатын жасай аламыз ба қолдан? Жасай аламыз екен. Керемет бала. Керемет. Өте жақсы. Бір сағат түсіріп жасап болдық, иә? Өте жақсы қойып, алдымызда домино ойыны жатыр.